Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Бұқар жыраудың «Әй Абылай, Абылай» толғауы. Бүгінгі сабақта Бұқар жыраудың Абылай ханға арналған толғаулармен танысасыздар. Толғауларды реквиеммен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайсыздар. «Әй Абылай, Абылай» толғауындағы Абылай ханның тарихи тұлғасын талдайсыздар. Бірінші тапсырма. Абылайдың ақырғы күндері реквиемінің үзіндісін көріп, сұрақтарға жауап беріңіздер. Оқушылар, реквием бұл термин сөз. Ол азалы жоқтау деген мағынаны білдіреді. Бірінші, Бұқар жыраудың Абылай ханға берген бағасын талдаңыз. Екінші, жырау осыны ойладың ба деген сауалында нені меңзейді деген сұраққа жауап беріңіз. Үшінші, Бұқар жыраудың Абылай ханға айтқан тоқтау сөзін талдаңыз. Орданың іргесін тұрыңдар, санал соқсын. Құп, алдияр. Орданың іргесін тұрыңдар. Орданың іргесін тұрыңдар. Жөн айттың, әулием, жөн айттың. Жағаласып жүріп, жеңдік жоңғарды, жеңдік. Жоңғар жорғынан азып, тозып, тантығы қалған қайран жұрт, енді еңсе көтеріп, ел болам ба деген тұста. Ендігі жерде Орыс пен Қытайдың екі ортасында балтаның сынасындай қыстырылып, орманды жердің жағалтайындай қайсы қашан келіп қалады деп жалтақ етумен өмір өтпесеге сормаңдай жұрттың. Болашақты болжайтын сәуегейлігім жоқ. Бар білетінім қазақтың екі айдақардың ортасында отырғаны хақ. Ақан ием, қалқының пешенесіне біткен боз жусанды байтақ дала, сол далаға Абылайдың алатуының көлеңкесі түскен. Қазақ қысылғанда сол көлеңкені пана қылған. Ту қисайса, қазақтың да қисайғаны ғой. Осыны ойладың ба, хан ием? Ойладың ба дейсің бе? Жоңғар жеңіліп, Сарыарқаға жеңіс туын тіккен сонау бір жылдары сары жаудың бәрі жау дейтін бұрынғыдан қалған сөз болушы еді. Қуықтай басып бүріскен, ешкідей көті шүріскен, көрер көзге опасал сияқтанса да, қулығы көз өткісі терең көрінеді. Күн ертең қызылғарын жас балаға күн көрсетпес, барғалаштың басын қосып, қырып тастасақ қайтеді деп. Алқалы кеңес сұрағанды Бұқар екең не демеді? Өкпеңменен қабынба, өтіңменен жарылма. Басыңа мұнша көтерген, орыспенен соғысып, жұртыңа жаулық сағынба демеп пе? Сенің әлгі сөзіңнен кейін қаруларын қайрап, арғымағын сайлап аттанысқа әзір отырған қалың қосын тұрып көтеріліп кете бармады ма? Ойламасам әлгі сөз айтып нем бар? Келелі бидің кеңесіне түсіп нем бар? Ханы ойлады-ау. Оқушылар, реквиемді көріп болдыңыздар, енді тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын көрейік. Бірінші тапсырма.
Бұқар жыраудың Абылай ханға берген бағасын талдаңыз. Реквиемде бұқар жырау: халқыңның пешенесіне біткен боз жусанды байтақ дала. Сол далаға Абылайдың ала туының көлеңкесі түскен. Қазақ қысылғанда сол көлеңкені пана қылған деп айтады. Бұл яғни Абылайдың билік құрған, хандық құрған кезі. Абылай билік, хандық құрған кезде қазақ халқы бейбіт өмірде, молшылықта өмір сүрді. Екінші, жырау осыны ойладың ба деген сөзінде: ту қисайса, қазақтың да қисайғаны ғой дейді. Яғни биліктің, бірлік пен татулықтың әлсіреуі. Жырау қазақ халқындағы биліктің әлсіреуін қаламайды, халықтың бірлікте, татулықта өмір сүргенін қалайды. Үшінші, бұқар жыраудың Абылайға айтқан тоқтау сөзі. Оқушылар, өздеріңіз реквиемнен көргендей, бұқар жырау Абылай ханға тоқтау сөз айтады. Жоңғар жеңіліп, Сарыарқаға жеңіс туы тігіледі. Абылай хан қазақ даласын жаудан сақтаудың жолын нығайтқысы келіп, алқа жиын өткізеді. Сонда бұқар жырау Абылай ханға: өкпеңменен қабынба, өтіңменен жарылма. Орыспенен соғысып, басына мұнша көтерген жұртыңа жаулық сағынба деп, ел тағдырына алаңдаған Данагөй ішкі сыртқы жағдайларды ақыл таразысына салып, елеп екшеп Абылай ханға тоқтау айтады. Бұқардың бұл сөзінен жыраудың ел бірлігін сақтаушы болғанын білуге болады. Оқушылар, екінші тапсырмаға көңіл аударыңыздар. Реквиемдегі бұқар жырау сөзімен жыраудың Абылай ханның қасында толғауының идеясын салыстыра талдаңыз. Қазір сіздерге Абылай ханның қасында толғауынан үзінді беріліп тұр. Ханы ойлады-ау. Ал қарашысы ойлады мекен. Бұқардың өзі не ойлапты? Бұқар не ойлаушы еді? Бұқардың ойлайтыны елбасының бірлігі, іргесінің бүтіндігі, өзге елден құлдық көрмей, теңдікте болуы. Қызының күңдік көрмей, ұлының құлдық көрмей, көсе-көсі көгеріп, өркеніп өсе берсегенде Құдайға құлшылық қылу. Ал енді қараша ол қауым. Қауымның ақ киізге көтеріп сайда болған ханы бар. Қауым тізгіні хан қолында болар алдия. Тізгін менде болған мен, шылбыр сендер демеспен. Мен тізгін қылсам сендер шылбыр тартып, ерік бердіңдер ме? Айтқаныңа көніп айдауыңа жүрмей қасарысып баққан кездеріміз болса, оның да өз себебі бар шығар. Рас, Ақтабан шұбырында Аласапыраның шаң тозаңы басылмай жатып, әлсіреген халықты іргесі сөгілмеген елге айдап салып, орнын сипап қаламыз ба деп қорқты. Бұқар ойласа соны ойлады. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын көрейік. Абылай ханның қасында толғауындағы «Соғыспа» деп жырлайды деген тармақ Абылайдың ақырғы күндері реквиемдегі ел іргесінің бүтіндігі идеясымен сәйкес келеді. Ал бір ауызды болыңыз деген ойы ел басқарушылардың бірлігі туралы айтқан. Қалған елді тастаңыз, бөтен елмен үйір боп, іргеңізді қоспаңыз деген жолдар өзге елден құлдық көрмей, теңдікте болуы туралы айтады. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Бұқар жыраудың «Әй Абылай, Абылай» толғауындағы Абылай хан бейнесін сомдайтын бейнелі сөздерді тауып, кейіпкердің тарихи тұлғасын талдаңыз. 25-ке келгенде бақыт қонды басыңа, тақыт келді астыңа. 30-ға әбден келгенде кең дүниеге кенелдің. 35-ке келгенде
Қара судың бетінде соқтығып аққан сен едің. 40 жасқа келгенде алтын тонға жең болдың, 45-ке келгенде жақсы жаман демедің. 50 жасқа келгенде 300-дің бар баласын бастап өзің келдің де, аттарының бастарын бір кезеңге тіредің. Тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын көрейік. Бұқар жаудың «Әй Абылай, Абылай» толғауындағы «Бақыт қонды басыңа» деген жол Абылай ханның 25 жасында хан болуын білдірсе, «Кең дүниеге кенелдің» деген тармақта Абылайдың хандығының нығайып келе жатқандығын көрсетеді. Ал «Қара судың бетінде соқтығып аққан сен едің», «Алтын тонға жең болдың» деген жолдар оның билік құруының, хандығының күшейгенін көрсетеді. 50 жасқа келгенде 300-дің бар баласын бастап өзің келдің де, аттарының бастарын бір кезеңге тіредің деген жолда Бұқар жырау Абылай ханның қазақ даласына бейбіт өмір орнатқан биік тарихи тұлғасын сомдайды. Оқушылар, бүгінгі сабақта Бұқар жыраудың Абылай ханға арналған толғауларымен таныстық. Толғауларды реквиеммен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағаладық. «Әй Абылай, Абылай» толғауындағы Абылай ханның тарихи тұлғасын талдадық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Сонда қарап отырсақ, көріктеу құралдар, мынау метафора, мынау эпитет, мынау теңеу деген нәрселер біздің есімізде тұра ма? Тұрмайды. Жазушы да, ақын да оны мақсат етпейді, ол эпитет теңеулер. Эпитет теңеулер дегеніміз әдебиет теориясын талдаулар үшін ғана алынған дүние. Сондықтан оған жаңағы қатты тоқталудың аса маңызы жоқ. Дегенмен, бірақ оны білу керекпіз. Біз ұстаздар білуіміз керек. Баланың оны жаттап алуы, білуі маңызды емес. Метафора дегеніміз не деген анықтамасын білмей қоюына болады. Бірақ ол осы жерде тұрған көріктеу құралдарын арқылы қандай да бір сурет жасалып тұрғанын түсінсе, онда біздің ұстаздардың жеңіске жеткендігі. Келесі мынаған назар аударып көрейік. Өлеңді қалай талдауға болады? Өлең талдамас бұрын оның шығу тарихы, оны жазуға итермелеген оқиғалардың сипаттамасы. Бұл бөлімде автордың өмірі туралы аздап болса да ақпарат беруге болады. Сондай-ақ бұл шығарманың ақын үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетуге де болады. Бұл не үшін керек? Бағанағы айтып отырған автор бейнесін анықтау үшін, автор ұстанымын анықтау үшін керек. Мысалы, Абайдың жаңағы біз айтқалы отырған өлеңіміз «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» деген өлең 1886 жылы жазылған. Абай 41 жасында. Абай жаңа қоғамдық өмірге араласып жүрген шағында, болыс болып, елді басқарып болып, шынында да өмірде жаңағы қазақ даласына отарлау жүйесінің әбден орнығып, мына қазақтардың тұрмыстарының нашарлап, жаңа қазақтардың тынысы тарылған, халықтың жағдай қиындаған шағын Абай білген уақыт. Сондықтан да біз өшіріп қойсаңыздар дауыстарыңызды. Сондықтан да өлеңнің шығу тарихы және соған байланысты жаңа автор туралы, өмірі туралы ақпарат беру маңызды. Және мен кітапта сіздерге арнайы авторлар Абай туралы деректі бар екенін, оның жоқ емес, о жерде қысқаша оқушының ыңғайына дайындалған дүние екенін көрсеттім. Енді келесі шығарманың жанрын, тақырыбын, онда көтерілген мәселені анықтаймыз. Лирикалық шығармада адамның ішкі әлемі, оның ойы, сезімі, көңіл күйі бейнеленеді. Яғни лирикалық шығармада сюжет бір авторлар болмайды деп санайды.
Енді бір авторлар сюжет болады, ол жаңағы белгілі бір ішкі сезімге құрылған, көңіл күйге құрылған сюжет деп санайды. Сондықтан бұл жерде сюжеттің бар жоғына дауласпай-ақ, жалпы көңіл күйдің қалай беріліп тұрғанын, қандай сөздер арқылы беріліп тұрғанын, және ол сөздер идеяны ашуға қалай қызмет етіп тұрғанын анықтауымыз керек.